Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай тасбақа тортын дайындаймыз. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Тортымызды дайындау үшін алдымен жұмыртқамызды таза құрғақ ыдысқа салып, венчикпен бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Одан соң оған қантымызды екіге бөліп салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Енді ұнымызды елекке салып, үстінен қопсытқышымызды қосып, осылай електің ішінде араластырып, електен ұнымызды бөліп өткізе отырып араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады, бірақ мен үлкен қасықпен осылай араластырып шықтым. Міне бізде осындай қаймақ сияқты қоймалжың қамыр дайын болды. Енді оны кондитерлік қапшыққа салып аламын. Сіздер салмай, пергамент қағазының үстіне бірден үлкен қасықпен салсаңыздар да болады. Міне менде осындай болып салынды. Енді осын 170 градуста пешке жіберемін. Қанша уақыт екені ол пештеріңізге байланысты. Кремін дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа қант ұнтағын салып, осылай араластырамыз. Миксермен араластырмаймыз. Міне біздің корждарымыз дайын болды. Осындай дөңгелек болып шықты. Енді оны жинаймыз. Кремімізге осылай корждарымызды салып алып, осылайынан тасбақа тәріздес етіп жинап шығамыз. Міне менде осындай болды. Бұл менің пісірген корждарымның тек қана жартысы ғана. Мен кішірек торт етіп жинап шықтым. Үстінен кокос ұнтағын септім. Сіздер шоколад, не болмаса орех, не болмаса басқа да кондитерлік әшекейлерді мен әстемдесеңіздер болады. Міне біздің тортымыз дайын, ас болсын.